Енді осы жерде мынандай сұрақ қойды екен. Жұлдыз жорамал деген нәрсе бар. 12 түрлі жаңағы не бар, жаңағы біреу арыстан, біреу пәленше деген сияқты. Сол жұлдыз жорамал деген нәрсеге сенуге болады ма? Жалпы жұлдыз адамдардың тағдырына әсер етуі мүмкін бе? Немесе енді былай қарасаң 12 түрлі өмір сүре ме сонда деген сияқты ғой жалпы. Бұл енді кішкене ақыл жіберіп ойлаған адам да бұл қисынсыз нәрсе екенін түсінеді. Өйткені қарайтын болсақ, жер бетінде мысалы 7 миллионнан астам адам бар. Ал енді жұлдыз жорамалдың жаңағы 12 түрлі символы болады. Енді 7 миллионды 12-ге бөлетін болсақ, 7 миллиардты 12-ге бөлетін болсақ жаңағы, онда қанша 500 миллион пәленбай санынан тұрады. Енді сонда 500 миллион пәленбай санының адамдардың тағдыры бір болады ма деген мәселе ғой. Олардың тағдыры бір болмайды. Керек десеңіз, бір жұмыртқадан егіз қылып жаратқан екі егіздің тағдыры екі түрлі болады. Өйткені Аллах тағала екі түрлі қылып жаратып қойды. Әркімнің өз тағдыры бар, әркімнің өз өмірі бар. Аллах тағала белгіленген. Енді осымен кішкене ақыли тұрғыдан біз не аламыз? Бұның ешқандай негізі жоқ екенін дәлелдейміз. Ал пайғамбарымыз шариғат, пайғамбарымыздың хадисімен келетін болсақ, пайғамбарымыз айтады, жаңағы мұнаджим дейді, яғни жұлдыз жорамал жасаушы. Ол кахин, яғни балгер дейді. Әл-кахинун сахирун. Ал жаңа не болатын болса, жаңағы балгер болса, ол сиқыршы дейді. Ас-сахиру кафирун. Ал сиқыршы болатын болса, ол кәпір дейді. Яғни кәпірлерден сонда адам өзінің тағдырын бір жақсартуды қалағанын көріп жатамыз да біз. Бұл жұлдыз жорамал бізге ешқандай негіз жоқ. Бәрекелді.